Қазақстан халқына арналған биылғы жолдауында елбасы Қазақстанның орталық өңірін газдандыру мәселесін көтерген еді. Ақмолалықтардың бұл тапсырманы қуана қарсы алғаны белгілі. Осы күндері елді мекендерді негізгі жүйеге қосу жоспарын қарастыратын өңірді газдандыру концепциясын жасау қолға алынып жатыр. Қостанайдан тартылар газдың Көкшетау арқылы өтетіні белгілі болып отыр. Облыс орталығы қазірдің өзінде күрделі газдандыру жұмыстарына дайындықты бастап кетті. Газ тарту қондырғыларын қайта жабдықтау мәселесі қарастырылуда. Айта кетерлік, қолдауға тұрарлық бір жағдай газ жүйесін жетілдіруге жекенің қаражат құюы. Мысалға, 10 олжа жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бұдан 2 жыл бұрын газ Синегория жауапкершілігі шектеулі серіктестігінен газ гольдерлерді сатып алған. Үстіміздегі жылы осы кәсіпорын 70 миллион теңгеге 17 газ тарту қондырғыларын жөндеуден өткізген. 100 миллион теңгеге тағы да жұмыс жоспарланып жалғасын таппақ. Табиғи газдың тұрғындар үшін тиімділігін айтып жату артық болар. Ақмолалықтардың бүгінгі таңда білгілері келетіндері қауіпсіз де арзан көгілдір отын пәтерімізге қашан келеді деген сұрақ. Сөз тізгінін тілшіміз Достық Талғатұлы алады. Вот он горит вот таким образом. Это горит иногда. Это редко, когда горит. В основном не горит вообще. Капцевич көшесінде орналасқан 215-ші үй осыдан жарты жыл бұрын ғана орталықтандырылған газбен қамтамасыз етіліп тұрған. Көкшетау қаласы бойынша жаппай газ желісі осыдан бірнеше жыл бұрын үзілгенімен, бұл үйдің тұрғындары өркениеттің мүмкіндігін ұзақ пайдаланды. Бұл үйде тұратын Жамиля Багапованың айтуынша, тұрғын үй коммуналдық шаруашылығының басшылығы күн жылығасын міндетті түрде газбен қамту жұмысын жалғастырамыз деп уәде берген. Көктемде келіп жетті, алайда берген сертті орындауға ешкім асығар емес. Люди как пользовались, так и пользуются кто чем. Орталықтандырылған газдың жоқтығынан кейбір тұрғындар тоқпен қыздыру қондырғыларын, кейбірі газ баллонды пайдаланып келеді. Бос уәде бергенше бірден бас тартпайды ма? Газ баллонға көшер едік, үміт үзіп. Жайлау мөлтек ауданында да орталықтандырылған газ жүйесі болған. Оларда бірнеше жыл бұрын ел қатарлы құбыр арқылы келетін көгілдір отыннан шеттетілген. Жергілікті тұрғын Ольга Асельбордың айтуынша газ колонкалары мен есептеуіш қондырғылары сол бір жылдардан сыр шертер жәдігерлер іспетті. Мы с газом прожили здесь года 4, наверное, или 5. Конечно, хочется, чтобы... Құбыр арқылы келетін газды тоқтатқалы 4 жыл болды. Меніңше көгілдір отынмен қамтамасыз етілсек, көптеген мәселелер шешілер еді. Әрі өзімізді қауіпсіз сезінер едік. Газ баллон тасу өте қиын, газбен қамту керек жұмыс. Өңірде газбен қамту жұмысының бастау алатыны жыл басында белгілі болды. Елбасының биылғы жолдауында еліміздің орталық өңірлері көгілдір отынмен қамтамасыз етілу керектігі айтылды. Бұл игі жұмыс Ақмола облысында сатылай жүзеге аспақ. Бүгінгі таңда батыс солтүстік орталық газ құбыры магистралінің құрылысы жобаланған. В настоящее время что делается? Значит, определена схема. Бүгінде газ құбырын салу бағыты анықталды. Жауапты органдарға, яғни мұнай және газ министрлігіне жобалық сметалық құжатты әзірлеу жүктелді. Бөлінетін қаржы көлемі де мәлімделді. Келесі жылдың басында немесе осы жылдың соңында құрылыс жұмыстары басталады деген болжам бар. Газ құбырын салу бағыты мынадай. Ол Қостанай облысынан шығып Көкшетау қаласына жетеді. Зеренді ауданының кейбір аймағы да игі жұмыстан тысқары қалмайды. Кейін табиғи газ Щучье-Бурабай курортты аймағына бағыт алады. Әрі қарай Бұланды, Ақкөл, Шортанды, Целиноград, Аршалы аудандарына дейін созылады. Яғни тас жол бойындағы елді мекендер арқылы Астанаға жетеді. Болжам бойынша көгілдір отынмен 330 елді мекен қамтамасыз етілмек. Әзірге газ бағасы белгісіз. Біз мұнай мен газы бар бай елміз, алайда тұрғындарды арзан жанар жағармаймен қамтамасыз ете алмай отырғанымыз дұрыс емес. Ақмола облысындағы бірқатар мақсаттардың жүзеге асуына табиғи газ негіз болады деген сенімдемін. Табиғи газ табиғаттың құбылмалығына, аязға төзімді. Яғни құбырларды жер астына терең салудың қажеті жоқ. Осыған да байланысты бұл жайттар ескеріліп, газ гольдерлер қалыпқа келтірілетін болады. Бүгінгі таңда қала бойынша 230 газ тарататын қондырғы бар. Олардың бәрі істен шыққан. Газосостояние, конечно, в плачевном состоянии.
Газбен қамту бұл өте күрделі мәселе. Тек соңғы кездері оған назар аударыла бастады. Өткен жылы 60 құбырды тексеріп, оларға техникалық құжаттар алдық. Атқарылар жұмыстар ауқымды. Газ құбыры жүйесін салумен қатар, оның жұмыс істеуін бақылап қызмет көрсететін білікті мамандарды іріктеу қажет. Есептеу қондырғыларды тексерілетін болады. Каждый прибор учета должен проходить поверку. Там определенный срок. Әр есептеуіш қондырғысы 3-4 жыл ішінде тексеріліп тұруы шарт. Егер есептеуіштер Қытайда жасап шығарылмаса, онда оларды тексеріп, қайта пайдалана беруге болады. Оның табиғи газге лайықталғандығы да ескерілетін болады. Жанар жағармай сияқты басқа да шикізат түрлеріне қарағанда газдың тиімділігі зор. Мұнай мен көмірге қарағанда көгілдір отынның өзіндік құны арзан әрі өнімділігі жоғары. Мәселен, облыс орталығында орналасқан мазутпен жұмыс істейтін Көкшетау жылу кәсіпорны қажет болған жағдайда табиғи газге көше алады. Осылайша қоршаған ортаның экологиялық жағдайын жақсартуға мүмкіндік туады. Тағы да басқа артықшылықтары болмақ. Плюс мы видим главный какой. Ең бастысы, егер құрылғы тәулік бойы жұмыс істесе, біз қалаға ыстық су жібере алатын боламыз. Газдың алтын ғасыры деген тіркес тегіннен тегін айтылмаса керек. Оның мүмкіндіктері көбейген сайын тұтынушылар қатарда артып келеді. Егер көгілдір отын Ақмола өңіріне келсе, облыстың даму деңгейі жаңа сатыға көтерілетіні анық. Достық Талғатұлы, Марат Тоқмағамбет, Айбек Данияр, Виктор Полянин, Марат Ахметжанов, Апта.